Сәлем достар, үйде бар заттардан оңай әрі тез дайындалатын рулет жасаймыз. Менің каналым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап, пікір қалдырамыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: 4 жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 грамм ұн, ванилин және 4 ас қасық су керек. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына қантымызды салып, көпіргенше араластырамыз. Бізде осындай әдемі масса пайда болады. Енді жұмыртқамыздың сарысын 4 ас қасық жылы су құйып араластырамыз. Осылай әдемі болып көпіреді. Енді осы жұмыртқаның сарысына біздің ақ белокты 3-ке бөліп қосамыз және жоғарыдан төмен қарай видеодағыдай араластырамыз. Себебі біздің массамыз басылып қалмауы керек. Бізде осындай масса пайда болады. Әдемі, жұмсақ, пышный масса. Енді осы массаға ванилинді ұнға салып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп, жоғарыдан төмен қарай видеодағыдай араластырамыз. Міне осылай араластырамыз. Бізде осындай әдемі пышный масса шығады. Осы массаны табамызды дайындап және үстіне пергамент қағазын төсеп, осыған жақсылап тұрып жайып, біркелкі тегіс болғанша жаямыз да 180 градусқа 15 минутқа пісіріп аламыз. Осылай тегістейміз. Енді сиропын дайындаймыз және ортасына